Күлзей асханасына қош келдіңіздер. Бүгін біз өте керемет скипасар дайындайтын боламыз. Бізге қажетті заттар видеода көріп тұрғандарыңыздай, бір жұмыртқаға 1 шай қасықта тұзымызды салып, араластырып жібереміз. Және де 200 немесе 250 граммдай құя берсеңіздер болады. Үй отбасы санына байланысты көбірек істесеңіздер де жарайды. Суымызды салқын болу керек. Соны құйып, бір келкетіп араластырып аламыз. Және де менде 200 граммдық бокалменен 2 бокал ұнды салдым. Ұндарыңыз еленген болуы қажет. Онда лопатканың көмегімен бірінші жақсылап араластырып, қамырымызды илеп аламыз. Қамырымызды стол үстіне алып, оны сеуіп отырып, жақсылап қолымызбенен егебу қалғанша елеп жіберетін боламыз. Қамырымыз дайын, жұмсақ, қанған әдем болып тұр. Енді қамырымызды 4 бөлікке бөліп аламыз, және де оны дөңгелектеп, бетін жауып, біраз уақытқа қалдырамыз. Қамырымыз дайын, мінекей. Енді кішкене ұн сеуіп отырып, жақсылап жайып аламыз. Барлығының көлемдері бірдей болып шығады. Жұқалап жайып аламыз. Қамырымыз жайып болдық, осындай қалыңдықта болады. Және де бөлме температурасында еріп тұрған сармайларымызды осылай жағып шығатын боламыз, жұқалап. Және де осының үстінен келесі қамырымызды қойып, дәл видеодағыдай етіп жасайсыздар. Құрметті көрермендер, видеомның астындағы подписаться батырмасын басып, менің каналыма тіркеле отырыңыздар. Каналымнан өздеріңізге ұнаған көптеген рецепттерді таба аласыздар. Енді 400 граммдай тартылған етімізді май құйып отырып, жақсылап қуырып аламыз. Қалауларыңыз бойынша пияз турап салсаңыздар да болады. Осы етімізге тұзымызды және қара бұрышты, қалауларыңыз бойынша аскөктерді салсаңыздар болады. Менде кішкене кептірілген түрі, соны салып, жақсылап қуырып дайындап аламыз. Жаңағы дайындап алған қамырымызды азғана ұн сеуіп отырып, осылай 4 бұрыштап етіп жайып аламыз. Өте оңай және әдемі жайылады, және де қатпарлы болып пісетін болады.
Енді осы қамырымызды 3 бөлікке немесе 4-ке бөліп алсаңыздар да болады. Осылай ұзын шай етіп бөліп аламыз, және де жаңағы піскен етімізді орталарынан қойып, қамырымызды жауып бекітіп шығатын боламыз. Видеоға мұқият қарасаңыздар барлығы түсінікті. Міне барлығын дайындап алдық, және де бір жұмыртқаның сарысына кішкене сүт араластырып жіберіп, барлығының бетіне осылай жағып шығамыз. Және де пештеріңіздің қызуына байланысты қойсаңыздар болады. Менде 250 градуста қойдым. 30 минуттың ішінде осындай тамаша болып пісіп шығатын болады. Қатпарлы, өте дәмді шайға дайындап берсеңіздер, тез жасап тұратын боласыздар. Соңына дейін көргендеріңіз үшін алғысымды білдіремін. Өте қатпарлы болып шыққан, кесіп көрсеттім. Егер видео ұнап жатса, достарыңызға бөлісіп қоюды ұмытпаңыздар.